Қазір ақпараттық заманда бізді жан-жақтан ақпарат қоршап жатқан кезде, оны қабылдап, өңдеп қана қоймай, оны есте сақтау қажеттілігі туындауда. Осы тұрғыдан есте сақтаудың ең жақсы бір екі тәсілі бар. Оның біріншісі сол бала кезімізден бізге таныс, себебі мектепте тақпақ жаттаған кезде қайталай беріп, әйтеуір бір уақытта миымызға жазылып қалатын, Ал екінші тәсілі бұл ең бір дұрысырақ жолы, себебі біз ақпаратты эмоциямен бірге біріктіретін болсақ, ол бізде ұзақ жадыға жазылып қалады, яғни эмоцияны қосу. Осы тұрғыдан мысал келтірейін, бір жыл бұрын, білмеймін, 1 тамыз, 30 қыркүйек, 5 ақпан, 13 наурыз деген не істедіңіз десем, сіз ойланып жауап беруіңіз мүмкін. Бірақ егер де ол күн сіздің туған күніңіз болса, онда сіз оны қиналмай айтып бересіз, себебі сол күні сіз оны эмоциямен байланыстырдыңыз. Сондықтан да есте сақтаудың осындай екі тәсілі бар, қолданыңыздар.